Ауызбен ұрсып, төсекпен жарасқан ерлі-зайыпты бақытты болады деген апамның сөзінің жаны бар. Монша деген жақсы жер. Әйелдердің арасында неше түрлі әңгіме айтылып, үлкен апалардан қызықты оқиға мен керемет кеңестер алып, арасында ұрыста естіп қайтасың. Әсіресе аузы батыр әжелер мен әзілді сойып салатын әйелдер барса, моншадан езіліп емес, сирігіп шығасың. Кейде айналадан шаршап, үйдегі ауа райынан да қажи бастағанда, көпшілік моншаға барып қайтамын. Сағаттап ыстық буда отырып, көз таныс болып қалған әйелдермен әңгіменің қазанын қайнатамыз. Әйелдердің басы қосылса, саясатты сыпырмайды, қоғамды қозғамайды. Бала жағадан бастап, келін кепшік, ата ене, күйеуге дейін барады да, төсекті бұрқ еткізеді ғой. Әсіресе апамдар айтқанда төсектің айналасындағы әңгімеге қулана күліп қойып, жас қыздарға дейін құлағын түреді. Қызды-қыздымен өздерінің де пікірін айтып, мен құсап сөз естіп қалатындары да жеткілікті. Ондайда күлкі жеңіп кете береді бәрін. Сөз естіп қалдым демекші, сондай бір апалардың бірі әйел мен еркектің арасындағы төсек құпиясын ашып берген еді. Ол былай болған. Кезекті моншаға баруым. Әдеттегідей жайғасып, әңгіме күйеудің тақырыбына ауысқанда, ой, еркектің сұрағанын бере берсек неміз қалады деген сөзім бәрін жыныстық қатынас төңірегіне аударып әкетті. Басталды сосын. Неменеге бермейді екенсің? Бересің деп, жоғарырақта отырған апам тап берді сөзімен. Айналасына көзін қысып қойып, езуіне қу күлкі үйілгенін желкеммен сездім. Неменеге бере беруім керек екен? Мен қалсам ба? Мынандай жерде отты одан сайын үрлей түсу керек қой. Беру үшін келгенсің, бересің. Апамның дауысы қаттылай шықты. Осы кезде әрірек отырған әйел де әңгімеге араласты. Әпке-ау, оларда бала құсап алған үстіне ала берсем дейді ғой. Басқасын қайдам, өзімдікі сондай. Көзі жайнап келеді де тұрады. Кейде сол үшін ұрсып қаламыз деп мұңайып қалғандай болды. Ой, небір пікірлер кетті осы жерде. Бәрінің де айтқысы кеп жүрген мәселесі ме, жастау келіншектер араласып кетті, өздерінікін дұрыс санап. Рас қой, адам өзі шаршап жүрсе, қылқылдап тыныштық бермейді. Бала барау демейді біздікі, әдесе мәдеуін керек. Соны айтам, еркек деген тойымсыз бола ма, әлде құмар оянса бас істемей қалам екен. Әй, жас 60-ға келсе де аттан түсер емес, немерелерден ұялып кетесің кейде. Бәрі де төсектегі шындықтарын жайып салар ма еді? Әңгімені бастаған апам даусын қаттырақ шығарып, тәйт деп тастады. Қойыңдар ей, онысы несі? Қой демесем, не істеп не қойғандарыңды айтайын деп тұрсыңдар ғой, тұқымың көбейгірлер. Ондай кезде не істеу керек екенін білмейсіңдер де. Не істеу керегі маған ғана емес, басқаларға да жағып қалған екен. Елең ете қалдық. Не істеу керек сонда? Бір-екі әйел сұрап үлгерді. Бәріміз апамыздың аузына қарап қалыппыз. Не істеу керек деген несі? Сұрайма, бер, сұрайма, бере бер. Тіпті сұратпай бер. Онысы несі? Оны да мен айтайын сол. Не керек, күткен шоколады жай ғана кәмпит боп шыққан баладай ренжіңкіреп қалдық. Әй, бері қараңдар. Соған бола ұрысқан жақсы ма? Ау бәрібір беретін болған соң, несін аяйсың оны? Денсаулығыңның жарамай тұрғанын білсе, өзі де жолай қоймас. Бірақ тілің ұрсуға келіп шалпылдап тұрса, қолың бел таянуға жарап тұрғанын көрген еркек неге сұрамайды? Сұрайды. Ақмақсыңдар ғой. Ошақтан от таяма, кеуден төсек таяма деген. Кеуделеріңде отың, құштарыңда ыстығың бар да, күйдіріп алыңдар. Осы күндеріңді сағынасыңдар әлі. Жаратқанда бәрін өлшеп берген. Төсекте де қабысып қанша жатарларың бір Аллаға ғана аян. Күйеулеріңнің төгіп берері таусылмайды деймісіңдер? Ол да өлшеулі. Бір кеңес айтайын, естеріңе сақтап алыңдар. Күйеумен ұрысып қалғанда жақындасыңдар. Күндегіден де ыстық болады. Естімеген екен мұндайды. Құлағым елең ете қалды. Ұрысып қалғанда қалай жақындайсың деп едім. Сен жасап көр. Ұрысып қалған күні жақындасқан тәтті болады. Ренішті жуып шайып, ертеңге ештеңе қалдырмайды. Бәрі төсекпен шығып кетеді.
Апаның мына сөзі тұрмысқа енді шыққан кезімді есіме түсірді. Ол кезде болмашы жайттарға бола ренжісіп қала беруші едік, әсіресе күйеуім жұмыстан үйге тым кеш оралатын күндері. Сондай бір кештің соңы біздің таңға дейін керісуімізге ұласқан еді. Үйге ойламаған жерден қонақ келіп, оларды қазір кеп қалады мен түн ортасына дейін ұстаған сәтімдегі ашуым басыла қоймады. Телефоны өшірулі, әдетте бұлайша тым кешікпейтін. Ұйықтамай күтіп жағасынан алғандай болдым. Артық кеткенімді білемін. Оның сөзін естігім де келмейді. Өзімді ұстай алмай қолымдағы шәйнекті жерге тастап жібергенде ғана есімді жидым. Мұндайды күтпесе керек, күйеуімнің түсі өзгеріп сала берді. Қалшылдап кеткен мені ұрып жіберуі де мүмкін еді. Бірақ ол бас салып құшақтай алды. Бұлқынып жатқан мені жібермей, сүйіп тұншықтырып барады. Адам ағзасы да қызық қой. Мен ашуланған сайын ол одан сайын қыса түседі. Оның құшағы мен ашуым қатар келіп, өзімнің де бойымда жыныстық қатынасқа деген құмарлық билеп бара жатқан секілді. Мұндайда сол сәтте ғана сезініп, өзімде түсіне алмаған едім. Сол күйі төсекке жеткеніміз ғана есімде. Өкпем содан кейін түк болмағандай шайылып кетті. Есіме алсам да, одан кейінгі тәтті сезімге бөленген сәтім қоса есіме түсіп, ашулануға да мұрша бермейтін. Моншадағы апаның сөзі сол кезімді еске түсіріп, бойымда бір ыстық леп аралап өткендей болды. Үйге некелі ақ төсегіме бір сәтке аңсарым ауып кеткендей. Мен өткенімді есіме алып, таңдайда қалған тәттінің әсерінен қайта оралғанымша басқалар әңгімені біраз жерге апарып тастапты. Рас қой, ұрысып қалған соң ұзақ уақыт бұртиып жүргеннен төсекпен шешіп тастаған дұрыс деген мәмілеге кеп қалғандай. Иә, өмірімізді қиындатпай-ақ, болмашы өкпе ренішті ұзаққа созып, өзімізді де, күйеуімізді де азапқа салмай, тез татуласқанға не жетсін. Жұбайлық өмірдің бір қызығы болған жыныстық қатынасты да қиындықты шешудің бір құралы етіп алуға болады екен-ау деп түйдім. Әзірге іске асып келеді.